Қайырлы күн, тағы да құрметті оқушылар, концентрация деген тақырыпты бүгін үйрететін болам. Концентрацияны кім жақсы түсінеді? Ол санның бөлігін табуды, санның пайызын табуды түсінген оқушы концентрацияның есебін қиналмай шығару керек. Себебі концентрация деген сөз ол просто так тура сол заттың құрамында неше пайыз бар деген сөз ғана. Мысалға, санның пайызын табу үшін, жалпы пайыз дегеніміз санның 100-ден 1 бөлігі болды, иә? Санның пайызын табу үшін, 120-ның 30 пайызын табу үшін 0,3-ке көбейту керектігін білесіңдер. Яғни ол қайдан шықты? Сендер уже осы дәрежеге жетулерің керек. 30%-ін тап десе 0,3-ке көбейтем, 75%-ін тап десе 0,175-ке көбейтем, 20%-ін тап десе 0,2-ке көбейтем деген сияқты, иә? 100-ден 30 қысқарды 10-нан 3, 0,3. Яғни санның пайызын табуды кім жақсы түсінді, сол концентрацияны жақсы түсінеді деген сөз. Концентрация деген сөзден қорқудың қажеті жоқ. Қараңдар, массасы 150 грамм қант ерітіндісінде 60 грамм қант бар. Қанттың концентрациясы қандай деген сөз? Қант мына бүкіл салмақтың қанша пайызын алып тұр деген сөз ғана. Болды. Мысалға, мен қазір шай ішіп отырмын деп ойлайықшы. Мен шай ішіп отырмын. Менің шайым 150 граммдық. Бұл жерде жарайды, шай емес, бұл сүт. Жай ғана тәтті су екен, иә? Оның тәтті судың примерно 60%, 60 граммы дегенім жартысынан азы. Яғни 60 грамм бұның ішінде қант бар, өте тәтті. Ар жағындағы 90 граммы су. 90 граммы су. Сонда просто ас үйде тұрып су алдым, үстіне қант салдым, араластырдым, ерітінді пайда болды. Су алдым, үстіне тұз салдым, араластырдым, ащы бір ерітінді пайда болды. Су алдым, үстіне йод салдым, қоңыр сияқты бір зат пайда болды. Су алдым, үстіне ас содасын салдым, тағы бір қышқыл сияқты зат пайда болды. Су алдым, оның үстіне тағы не қосуға болады? Чай қосуға болады, иә? Немесе басқа бір химиялық элементтерді араластыра беруге болады. Ол судың, сұйықтықтың орнында сүт болуы мүмкін, немесе бір шырын болуы мүмкін, компот болуы мүмкін, бәрібір. Бұл ерітінді. Жалпы салмағы бұның 150 грамм, соның ішінде 60 грамм қант бар деген сөз. Сонда қанттың концентрациясы деген сөз, мына жалпы салмақтың қант қанша пайызын алып тұр деген сөз. Сонда концентрациясын таптың деген сөзбен оның проценттік бөлігін таптым, екеуі бір мағынасы. Сонда 150 грамм жалпы пайда болған масса, ол 100% екен, сендер білесіңдер. Соның 60 граммы ол қанша процент? X процент. Болды, осы X-ті тапсақ, біз қанттың концентрациясын табамыз деген сөз. Сонда концентрация деген сөзден қорықпаймыз. Оңай, X-ті табу үшін 60-ты 100-ге көбейтіп, 150-ге бөлдім. 0, 600-ді 15-ке бөлсем, 40%. Яғни мынаның ішінде 40% қант деген сөз. Мына жалпы қоспаның или ерітіндінің 40% қант деген сөз. Болды. Сонда концентрация дегенім осы. Яғни 150-дің қазір 40%-ін тапсам, 100-ден 40-ын. Міне 60 грамм шығып тұр. Мына оңай. Мынаны қараңдаршы. Кеседе 400 грамм су тұрды. Яғни мынаның ішінде түбінде жатыр дейікші, 400 грамм су тұрды. Су. Оның үстіне апарып 42 грамм қант салды. Оның үстіне апарып Алижан
28 грамм тұз салды, уже дәмі ішуге келмейтін бір нәрсе болып баратыр, иә. Амирхан 32 грамм сода салды. Елестетеміз, үстіне құйып жатырмын, демек мына 400 грамм бастапқыдағы салмақ еді, оның үстіне 42 грамм кеп қосылды. Оның үстіне 28 грамм кеп қосылды. Оның үстіне 32 грамм кеп қосылды. 60, 70, 102, барлығы 502 грамм болды. Барлығының салмағы 502. 502 грамм, ол 100%-тік жаңа бір ертінді болып тұр. Мынаның барлығын араластырсақ, иә. Соның ішіндегі соданың концентрациясы деген сөз именно 32 грамм сода неше процентін алып тұр деген сөз ғана. 32 грамм сода ол X. Бітті. X-ті табам, 100-ді көбейтем 32-ге, бөлем 502-ге. 3200-ді 502-ге бөле салайын. Тездетіп. Сосын үйретемін, 6,3. 6%. Яғни, мына жаңа пайда болып тұрған қосылманың 6%-і ол сода деген сөз. Сол сияқты, тұздың концентрациясы десе, мен мына жерге 28 жазатын едім. Қанттың концентрациясы десе, мен бұл жерге 42 жазатын едім. Болды. Ешқандай қиындығы жоқ. Енді сендер бұдан қиналмайсыңдар. Сендер қай жерден қиналасыңдар? Мынандай есеп болса, сендер уже қиналып бастайсыңдар. Қараймыз. 10% тұз болатын 140 грамм ертінді дайындалды. Яғни, мынау 140 грамм жалпы салмағы. Соның 10%-і тұз деп айтып тұр. Мен 140-тың 10%-ін оп-оңай таба аламын. 140-ты көбейтемін 0,1-ге, иә? Немесе сендер түсіну үшін мен 100-ден 10 деп жазайын. 0 қысқарды, мынау қысқарды 14 грамм. Яғни бұның ішінде, бір минут, қазір маған 6-шы класстың ата-анасы звондап жатыр, не үшін звондап жатыр екен? Так, бір минут, иә, олар баса сілтемеге кіріп алып та жібере салайын. Так. Сонда 140 граммның 14 граммы тұз. Енді ойлаңыздаршы, жай ғана мен стакан алдым, ішіне су құйдым, сосын тұз салдым. Сосын соның үстіне тағы да апарып суды құйсам, ана ішіндегі 14 грамм тұз бір жаққа жоғалып кете ма? Жоғалмайды. Ол өзінің 14 грамм салмағын сақтайды. Ол ана бір процесс болса да ауаға ұшып кетпейді ғой. Үстіне қанша су құйып жатсам да, сол түбіндегі 14 грамм тұз сол күйінше қалады. Сонда айтады, осы енді мен түсініп тұрмын, 140 граммның 14 граммы тұз болса, 126 граммы су деген сөз. Иә? Осының ертіндінің үстіне апарып су құй дейді. Судың салмағы белгісіз. Суды құйған кезде жалпы салмақ өсіп кетеді ғой. Сол кезде мына 14 грамм деген сол бүкіл салмақтың 8% алып тұрсын дейді. Яғни, мынау 140 грамм болып еді, мен оның үстіне апарып белгісіз грамм су құйдым. Ол жаңа бір қоспа болды. Яғни, 140 қосылған X болды. 140 қосылған X бұл жаңа бір зат болды, 100%-дық. Сол 100%-дың ішінде именно 8%-ы ол бағана мен тапқан 14 грамм тұз болып тұрсын дейді. Болды, мен пропорцияны құрам. Былай көбейтем. 14-ті көбейтем 100-ге тең. 8-ді көбейтемін 140 қосылған X-қа. Қысқартып жіберейік. Қысқартып жіберейік. 14-ті 2-ге бөлемін 7, 2-ге бөлемін 4, 2-ге бөлемін 1, 4-ге бөлемін 25.
иә, былай қарай 8-бен ақ қысқарта салсам да, жоқ, қысқармайды екен ғой, иә. 25-ті 7-ге көбейтсем, 7 5 35, 3 ойда 14, 175 тең 140 қосылған x. X тең 35. Яғни мынаның үстіне 35 грамм су құйды деп тұр. Енді елестетейікші, 126 грамм су бар еді, соның үстінде 14 грамм мен тұзды салдым. Сонда общий 140 грамм болды. Сосын соның үстіне апарып су ғана құйдым мен. Су құйсам, ана 14 грамм түбінде сол тұз сол күйінше, 2 қасық тұз болса 2 қасық тұз күйінше тұра береді. Бірақ салмағы көп болып кеткендіктен 140-қа 35-ті қоссам 175 болып кетеді ғой, яғни мынау жаңа пайда болған зат үстіндегі су көбейеді да 175 болады, бірақ ішінде тұрған 14 грамм тұз сол күйінше өзгермейді. Енді қазір мен 175 граммның 8%-ін тауып көрейінші. 100-ден 8-ге көбейтем. Міне, 100-ден 8-ге көбейтсем, 175-ті 8-ге көбейтем. Қазір сендерге қысқартпай түсінікті болу үшін 175-ті 8-ге көбейтем. 1400 бөлемін 100-ге. Нөлдері қысқарады да 14 грамм жаңағы ішіндегі тұз сол күйінше өзгермей тұр деген сөз. Мағынасы осы. Кім осы бір есепті түсінеді, болды. Ол бір есепті түсінсеңдер, мағынасы жай ғана мәтінде өзгеріп, біресе жаңа салмақты сұрайды, біресе үстіне су құйылды, оның неше процентін алды деген сияқты, ол жай ғана өзгере береді. Осы жерден бір кері байланыс алайын. Түсіндіңдер ме? Жоқ, давайте скрин жасаймыз алдымен. Скрин жасадық. 37 оқушы отыр сабақта. Түсінікті болды ма? Концентрация деген сөз, ол почти процент деген сөз. Мақсат Ислам, апай сұрақ деп жазбаймыз деп айттым, иә? Бірден сұрақты қоямыз дедім ғой. Мақсат Исламның өзін тақтаға шығарайыншы. Так, сосын Мақсат Ислам дайын отырсын тақтаға шығуға. Ой, қазір тауып алайын, Мақсат Ислам қайдасыз? Аянат дайын отырсын. Аха, Ислам қосыламыз. Саламатсыз. Сәлематсыз ба? Апай, концентрацияның формуланы айтасыз. Ұмытып қалғайдым. Формуласын жазып алған деп едім. Концентрацияның формуласы жоқ. Оның есептік шартына байланысты ол әртүрлі өзгеріп отырады. Иә? Біз всегда бір формуланы жаттап алып, соған қойып шығара саламын деген нәрсені ұмытуымыз керек. Өйткені ол мәтін есеп ұлғайған сайын, күрделенген сайын сіз сол формуланы еске түсірем деп отырмайсыз ғой. Я бір кей кезде формула болады. Мысалы, мынаның ауданын тап десем, мен а көбейтілген б, бұл қатып қалған. Мынау квадрат болса, мен а квадрат, бұл қатып қалған. Мынаның периметрін тапсам, 2аб, бұл қатып қалған формула. Ал мен мынандай мәтін есепте қандай формуланы жаттап алам? Мен бұның мағынасын түсінуім керек, жарай ма? Есепті оқыңызшы. 6% тұз болатын 750 грамм етінді дайындауды. Осы етіндегі тұз 4% болу үшін оған неше грамм су құю керек? Я, сонда ойланайықшы, бұл басында 6%-ін алып тұр еді, кейін 4% болып қалу керек. Яғни оның, мынаны қараңдар, салмағы көбейіп кетті. Өйткені үстіне мен не құйып тұрмын? Су құйып тұрмын. Сонда мен бірінші түсінуім керек. Мына 750 граммның ішінде неше грамм тұз бар? Ол оның 6% болып тұр. Онда 750-дің 6%-ын қалай табам? Көбейтеміз 100-ден 6-ға. Жарайды, нөлі қысқарды. Қанша? 2-ке бөлемін 3, 2-ке бөлем 5. 75-ті 5-ке бөлсем? 35. 15. 5. 15-ті 3-ке бөлсем? 15 пе 45. 45 грамм. Яғни мен түсініп тұруым керек. Түсініп тұрғанда елестетіп тұруым керек. Мында 750 грамм ерітінді бар. Соның түбінде 45 грамм тұз жатыр. Елестетіп тұрмын ғой, 45 грамм тұзды.
Мен оның үстіне апарып не құямын? Су Су. құямын. Сонда 750-дің үстіне x грамм су құйылды. Ол жаңа қоспа 750 қосылған x, ол неше процент болады қайтадан? 100%. Я, соның ішінде бағанағы ішінде жатқан тұз неше пайызы болып қалсын дейді? 4-ақ пайызы. 4%. Я, ол қанша мына жаққа? 40 Ол 45 грамм. болды. Сонымен мен пропорцияны көбейте салам. Көбейте саламын. Қараңдар, 100 көбейту 45 тең 4 көбейту 750 4 қосылған. 750. Мынаны көбейтіп отырмаймын, қысқартып жіберуге тырысамын. 100-ді 4-ке бөлсем, 4-ті 4-ке бөлсем 1, 25. 100-ді 4-ке бөлсем 25. Сонымен 25-ті 45-ке бәрібір көбейтуім керек екен. Көбейтіңіз. Мың елу бес. Шыны ма? Дұрыс көбейтіп жатсыз ба? 25-ті 45-ке көбейтемін. 1125 екен, е? 1055 дедіңіз ғой сіз маған. Қателесіп кеттім. Неге сіз қателесесіз жай ғана көбейтуден? Емтиханға 3 ай қалды. Сонымен x тапсақ, 1125-тен 750-ді азайтсақ, 370. 375. Яғни мен бұның үстіне қанша грамм су құйдым? 375 грамм. Су құйдым, болды. Енді тексеріп көрейікші. 375 су құйсам, мына жаңа пайда болған қоспа бұл 1125 грамм болып тұр. 1125 граммның 4 пайызын тауып көрем. 4 пайызы дегенім 100-ден 4 деген сөз, дұрыс па? Қысқартып жіберсем, мынау 25. 25. 125-ті 25-ке бөлсек, бағанағы 75 қайтадан не істейді? Шығады. 45 дегенде 45 қайтадан 45 грамм қайтып шығып тұр. түсінікті ма? Скрин жасаймыз. Скрин жасадық. 38 оқушы отыр сабақта, сақтаға шығады Аянат. Аянат қосыла ғой. Өшіре берейін ба? Көшіре ғой. Аянат, Сәлеметсіз. сәлеметсіз бе? Аянатсыз ба сіз? Иә. Есептің шартын оқи ғой. Массасы 180 грамм, концентрациясы 40% ас содасы дайындалған. Оған қанша су қосқанда концентрациясы 20% ас содасының ерітіндісі алынады? Жалпы түсіндіңіз бе есепті? 50-50. 50-50, қазір 100% түсінеміз, е? Яғни, массасы 180 грамм, концентрациясы 40% ас содасы дайындалған дейді. Яғни, мына қолымда ас содасы жарайды енді, жалпы бір салмақ бар 180 грамм. Соның ішінде 40%-ы ол неме деген сөз? Ас содасы деген сөз, е? 180-дің 40%-ін тапсам, нешеге көбейтем? 100-ден 40-қа. 100-ден 40-қа дегенім 10-нан 4. 4, е? Қысқартып жібергенде. Бөлі қысқарады, 18 4-ке көбейтсем? 72. 72. Яғни мынау жалпы 180 граммның бір ерітіндінің түбінде 72 грамм не бар деген сөз? Ас содасы. Ас содасы. Солған мен үстіне апарып не қоямын? X грамм су құям. Яғни мен мына 180 өзі жалпы салмағы 180 болып тұр ғой. Соған қосып жатырмын суды. Елестетіп тұруларың керек. Мынау өзі жалпы салмақ. Мен оның үстіне апарып су құйып жатырмын. Су құйып едім, бұл жаңа бір кішкене тұздылығы азайып қалады. Мысалы, сендер ана ет асып жатқан кезде сорпа тұздық болып кетті деп айтқан кезде мамаларың не істейді? Үстіне апарып су құяды. Тұздығы кішкене кетсін деп. Яғни тұзы ішінде азырақ болып қалады да, дәмі тұздық емес, кішкене ішуге нормальны болып қалады. Дұрыс па? Тура сол сияқты ғой. Ананың бастапқыда тұзы 6% болып көп тұрып еді, үстіне мен су құямда ішуге жарамай қалғандықтан. Кішкене
тұз, тұздырағы кішкене кетеді, тұзды болып тұрғаны 4% болып қалады. Түсінікті ма? Мгм. Тура сол Иә. сияқты ғой енді. Просто жай ғана тұздың орнына қант, қанттың орнына ас содасы, йод, тағы бір химиялық ерітінді болып бола береді. Просто біз оны түсінсек жеткілікті. Соның ішінде ас содасы 72 грамм, неше пайызын алып қалсын дейді? 100. 20% ғана болып қалсын. Иә? 20 пайыз. Иә. Иә. Қазір X-тің бәрін анаған көбейтіп отырмаймыз. Сендер кішкене түсініп алу үшін мен бірден былай 5 деп қысқарта салсам болатын еді. Бірақ сендер түсініңдер, 180 қосылған X көбейту 20, қазір мен сендерге түсіндірем. Тең 100 көбейтілген 72, дұрыс па? Иә. Иә. Сонда 20-ны 20-ға бөлсем 1, 100-ді 20-ға бөлсем 5 қой. Мына екеуін осы күйінше қысқарта салсам бола ма екен? 100-ді 20-ға бөлсем қанша? 5. 5. Ал мынау 1 болып қалды. Сонда 180 қосылған X тең 72-ні 5-ке көбейтсек, Қазір. 350, 360. Иә. Иә? 160. Сонда X тең Иә. нешеге? 180-ге. 180-ге. Онда мен үстіне қанша грамм су құйып тұрмын? 180. Енді оны сразу білсек бола ма екен? Мынау өз 20%-ке, яғни мынаның тең жартысына дейін не істеп тұр? Азайып тұр, иә? Онда мен оның үстіне наоборот көбірек су құюым Керек. керек. Түсіндік пе? Иә. Түсініп қалдық па, Аянат? Иә, түсіндім. Математика деген көп адамдар айтады, ана тригонометрия, логарифм, оның бәрі өмірге не үшін керек деп. Мен сіздерге бір шындықты айтайын. Мынау мысалы өмірге байланысты зат, иә. Ішінде сендер магазинде жүрсеңдер де процентті көріп тұрасыңдар, жарайды, ол ретке жағдай болады ғой енді. 70% көп тұрса жеңілдік, сендер сол дүкенге кіріп алуға тырысасыңдар. Немесе банкте әсіресе сендер егер процентті мықты білген математик, ол ешқашан өзінің ақшасынан желінбейді. Ал енді бұдан бөлек мысалы кейбір тақырыптар бар бізге мүлдем керек емес деп ойлайтын. Мысалы функция, тригонометрия, синус, косинус, логарифм дегеннің бәрі не үшін керек деген сұрақ. Олардың барлығын шығарған сайын сендердің миларың қатты жұмыс істейді. Ал миы қатты жұмыс істеген адамға жаңа бір проект ойлап табу, идея көп келеді. Мысалы біз ана Саран саяхат деген кітапты шығардық қой. Ол Иә. кітаптың бүкіл Қазақстан бойынша басқа аналогы жоқ. Яғни ішіндегі дизайны, ішіндегі есептері, сондай дүниені ойлап табу, сол ми кешке дейін. Енді ойлаңдар, мен сендерге есепті құрастырамын. 7-ші классқа сабақ өтемін, 5-ші классқа сабақ өтемін, 11-ші классқа өтемін арасында. Сонда көп есеп шығара берген сайын ми не істеп тұр? Ол қатты жұмыс істеп тұр. Значит, қатты жұмыс істеген миға идея келеді. Значит, идея деген сөз ол не деген сөз? Жаңа бір затты ойлап табу адамның миссиясын орындауға көмектеседі, иә? Яғни сендер тек қана мына есептерді мен қазір шығарам, чтобы балл алу үшін немесе грантқа түсу үшін деп ойламай, шынайы осыған беріліп, өмірмен байланыстырып, түсінуге тырыссаңдар, олар сендердің миларыңа тезірек қонады. Яғни мынаның есепті шығарып мәтінін оқып жатқанда просто сол ситуацияны елестетіп көріңдерші. Туннельден пойыз өтті деген есеп болса да, шаңғышы келе жатыр, қарама қарсы қозғалыс болса да, өзендегі қозғалыс болса да, кім соны өмірмен байланыстырып түсінуге тырысады, сол оқушы есепті одан сайын жақсы түсінеді деген сөз. Түсінікті ме? Олжа мен Азиза, қосыла ғой. Микрофоныңызды өшірсеңіз болады. Азиза, сәлематсыз ба? Сәлематсыз ба? Түсіндіңіз бе? Жартылай түсінбедім. Иә, еш нәрсе етпейді. Бұл сабақты не үшін жасап жатырмын? Ұялмаңдар. Жартылай түсінсеңдер де, мүлде түсінбесеңдер де айтыңдар. Бұл қосымша сабақ біз өткен тақырыптарды қайталап бекітіп алу үшін. Оқи ғой есептің шартын. Массасы 200 грамм, концентрациясы 25% ас тұзы ерітіндісі дайындалды. Оған қанша су қосқанда концентрациясы 10% болатын ерітінді алынады. Сонда мен түсініп тұрмын, қандай да бір жалпы салмағы 200 грамм
концентрациясы 25% ас тұзы ерітіндісі дайындалды дейді. Яғни мына 200 граммның 25%-ы тұз деген сөз. 200-дің 25%-ын қалай табамын? 100-ден 25-ке көбейтеміз. 100-ден 25 деген ол 5-ші класс солай көбейтеді. 100-ден 25-ті сразу қысқартсам қанша болады ол? 4-тен 1. 4-тен 1 болады. Сонымен қысқарады да 50. Дұрыс қой, иә? Значит, мына жердегі бүкіл 200 грамм салмақтың түбінде қанша грамм тұз жатыр? 50 грамм. Тұз жатыр, дұрыс. Онда ана жақтағы 150 граммы не деген сөз ол? Су деген сөз. Дұрыс па? Енді бұл 200 граммға мен апарып үстіне не құямын? Су құямын. Үстіне. Сонда 200 қосылған x-ті, x дегенім су ғой, мен құйып жатқан, пока что білмей тұрмын. 20 грамм құйып жатыр ма, 30 грамм құйып жатыр ма, сондықтан білмегендіктен мен оны x деп белгілеймін. Сонда оның тұзы кішкене кетіп, дәмдірек болды деп ойлайық. Бұл жаңа бір зат, мен оны 100% деп аламын, дұрыс па? Иә, енді осы жерде пайда болған жаңа қоспаның 10% жаңағы тұзды құрасын дейді. Тұзым қанша болып еді? 50 грамм болып еді. Енді мен осы жерден қысқартып үйренейінші. Мынаны 100-ді 10-ға бөліп жіберсем қанша? 10. 10. 10-ды 10-ға бөлсек 1. Демек мен 200 көбейтілген x-ті 1-ге көбейтсем, ол по-любому соның өзі деген сөз. 10-ды 50-ге көбейтсем 500. X тең неше? Азиза, X тең неше? 200-ге қандай санды қоссам 500 шығады? 300. 300 не болды сізге? Сонымен мен 300 грамм үстіне не қоюым керек екен? Су құюым керек екен. Енді қазір 500 граммдық зат, соның 10%-ін тапсақ, 10-нан 1-ге көбейтсек, не 50 грамм тұзымыз ішінде сол күйінше өзгермей тұр. Яғни тұздың салмағы өзгермей тұр. Жақсы. Азиза, түсінікті болып қалды ма? Иә. Жақсы. Чатташайын, түсінікті болып қалды ма? Кімге әлі түсініксіз болып тұр? Абдулазиз. Қосыла ғой. Сәлеметсіз бе, Абдулазиз? Түсіндіңіз бе сіз? Иә, түсіндім. Жарайсыз. Онда есепті шығарып көрейік. Массасы 150 грамм, концентрациясы 40% қант ерітіндісі бар. Оған қанша су қосқанда концентрациясы 20% болатын қант ерітіндісін алынады. Абдулазиз, ауызша айтып көрші, бастапқыда 40 болса, 20% болып қалу үшін ол тура 40-тың жартысы болып тұр, иә? 2-де 1 бөлігі. 2-ден 1 бөлігі болып тұр. Демек, мен 150-дің үстіне тағы да не қоса салсам? X па? 150-дің үстіне демек жартысы болып тұрғандықтан 150-ге тағы 150-ді қоса салсам шығады. Сонда 300 грамм. Енді біз қарашы қазір, сен 150 граммның 40%-ын табу үшін не істейсің? Оны 4-ке көбейтем. 10-нан 4-ке көбейтем. 10-нан 4-ке. 10-нан 4-ке көбейтем. 60. Онда бұның ішінде 60 грамм тұз тұр. Қант тұр, иә? Енді жаңаның үстіне мен 150-ге 150-ді қоса салдым, 300. 300-дің 20%-ын тапшы ал. 10-нан 2. Иә? 60. 60 көрдің бе? Сонда мынау 60 грамм ішіндегі қант по-любому не істемей тұр? Салмағы қанттың өзгермей тұр. Яғни осындай жағдайларда мен есептемей отырмай бірден түсінуім керек екен, иә? Жақсы. Абдулазиз, сіз жақсы шығарып жүрсіз есептерді. Тақтаға шығады. Нұрали. Оқытып отырамын, сағатса.
Саламатсыз ба, Нурали? Массасы 150 грамм Тоқтаңыз, Нурали, келесі есеп қой. Оқыңыз. Массасы 160 грамм, концентрациясы 20% күркіт қышқылы ерітіндісінде қанша су қосқанда оның концентрациясы 16% болады? Түсіндің ба жалпы өзің есепті? Аха. Түсіндім. Массасы 160 грамм. Апай, мен былай шығарам ғой. Егер сол 20% болатын болса, бірінші нені табу үшін мен 160-ты, андай 100%, ол 160 болғаннан кейін, оның сол жаңағы күкірт қышқылын табу үшін мен жаңағы бұл 20%, 100%-дің 5-тен 1 болғандықтан 5-ке бөлемін де, жаңағыдай, сосын ол, так, қазір ол 26, Екі, 10, ой, 26 емес. ой, жоқ, 3 қой. 15, Иә. 32, иә? Иә, 32 болады. Сонда оны 16% болу үшін бірінші 16-ға енді 32-ні бөлеміз. 32%. Оның Иә, ішіне біз су құюымыз керек қой. Осылай мен үйреткенім бойынша шығара берейік, жарайды ма? 160-қа мен не Жарайды. қосып жатырмын? Үстіне 32 нені қышқылды. Ой, жоқ, су қосып жатырмыз, қосымша су. 100% болып тұр. Енді ол Енді анау жаңағы, иә, 16% болу үшін, сонда бұған қанша болып 16%, иә, 32 болып тұр, иә? Сонда енді 160 пен 16, жақша ішіне көбейтеміз 16-ға, сонда тең болады 32 көбейтілген 100. Қысқарады. Екеуі қысқарады, 2 болады. 160 қосу x-тен 200, сонда x-тен 200 азайтылған 160, 40. 40, жақсы. Енді 5-тен 1 деп Менде осы 40 шыққан, былай өзім шығаратын кезде, ша? Молодец. Жарайсыз. Бірақ осы қай тәсілмен шығарсақ та осы жауап шығады. Не үшін мен осы тәсілін көрсетемін? Өйткені басқа бір күрделі түрінде жалпы негізгі базасын білу үшін. Енді қараңыздаршы. Біз жаттап алуымыз керек. 50%-ін табу деген сөзбен ол санның 2-ден 1 бөлігін табу деген екеуі бір. Алдында да айттым, иә? 25%. Яғни 2-ге бөлеміз. Бөлігін табу деген сөз, яғни 4-ке бөлем. 75%-ын табу деген сөз, ол 4-тен 3 бөлігін табумен бірдей. 10%-ін табу деген сөз, ол 10-нан 1 бөлігін табу. 20%-ін табу деген сөз, ол 5-тен 1 бөлігін табумен бірдей екен. Аха. Хатташайын. Кімге тағы түсініксіз болып тұр? Өтірік жазбаймын, бірақ шын жазайықшы. Шын кімге түсініксіз болып тұр? Сен звугыңды өшірсең болады. Жақсы. Рауанұлы Алихан. Рауанұлы Алихан, қосыла ғой. Сәлеметсіз. Сәлеметсіз бе? 200 грамм, 200 грамм 30% қышқыл ерітіндісіне қанша су қосқанда 20% концентрация шығады. 230%-ын табудың 6-шы классқа лайықты жолын айтыңызшы. Тұзы уже 60, тұзы 60. 0,3 қой. Енді 60 ғой, дұрыс. 160 деп естіп қалдым мен сізді. Сонда жаңа қосып шығару үшін анау 60-ды 20% деп аламыз, өйткені ол жаңа қосындысына өте тиесілі болады. Ал 200 грамм, енді біз ана судың массасы x болып тұр, сол үшін 200 грамм x, и ол толық болады. Ол 100% деген сөз.
сонда 60-ды 100-ге көбейтіп Көбейтпей 100-ге ақ былай бөлгенде, бөлшек ете салсақ, иә, сосын 100. 300 шығады. X-тен 100 шығады. Молодец. Мына жақ бір. Молодец. 200 қосылған x тең 300. Барлық оқушы үшін жазылайын. X тең 100. Сонда мен үстіне 100 грамм не қоюым керек екен? Қалай еді? Концентрация. Су Су қосуым керек екен. Жақсы. Абай, Ау. тағы бір есіп шығарсам болады ма? Мен сіздерді өмірімде шықпаймын. Мен анаққа сирек шығамын. Жоқ. Ладно. Совет Алихан шықсын жарай ма? Өмірімде шықпаймын ғой дей ма? Совет Алихан қосыла ғой. Алихан. Сәлеметсіз бе? Алихан, сіз жаңадан қосылдыңыз, иә? Мхм. Алихан, түсініп жатырсыз ба? Иә. Қалай шығарамыз, Алихан? М, 15 грамм 40% ертіге қанша су қосқанда концентрациясы 30% болады. Яғни бұл жерде даже қандай зат екенін айтпағанда, иә, тұз қосқан ба, қант қосқан ба, концентрациясы 30% болып қалсын, яғни соның салмағы бүкіл салмақтың 30% алып қалсын деген сөз ғана ғой сонда. 150-дің алдымен 40%-ін тауып алсам, 150-ді нешеге көбейтемін? 10-нан 4-ке. 0,4-ге. Оны мен 10-4-ке үтірмен көбейтуді ұқпай тұрсаңдар, 10-4 деп елестетіп тұрыңдаршы былай. Сонда 0 мен 0 қысқалып кетті да, 15-ті 4-ке көбейте салсам, 60. 60. Я, егер 0,10-4, 0,100-4, 1000-4-ті көбейтуді білмей тұрсаңдар, 10.000-4-ті, онда былай жаза салыңдар. Сонда былай қысқартып жіберуге сендерге оңай болады, жарай ма? Қанша үтір оңға жылжушы еді, қанша үтір солға жылжушы еді деп отырмаймыз. 60 граммы ішінде, жарайды, тұз деп алайық. Яғни осы 60 грамм неше проценттің ғана құрасын дейді? 30%. Ал енді бастапқы 150 граммға не істеймін? Қандай да үстіне су қосып жатырмын. Ол неше пайызды құрасын дейді? 100. 100%-ды. Мен бір нөлдерден ғана құтыла аламын мына жерде. Құтылып жіберсем болады. Көбейте ғой енді. 60-ты 10-ға көбейтем. Пропорция 600. жарайды. 600. 3-ті 150-ге көбейтсем қанша? 450. Қосу 3-ті x-қа көбейтсем? 3x, иә? Сразу осылай жаза салдым, иә? Жақшаны көбейттім ғой, сонда қараңдар, 150 қосылған x-қа. Қысқармайтын болған соң. Мынаны мынаған көбейтіп жазып жатырмын просто. 450-ді бері қарай өткізсем неше болады? 150 3x, иә? X тең неше болады екен сонда? 50. 50 болады екен. Жақсы, Алихан, түсіндіңіз бе? Иә. Рахмет. Болатұлы Дидар бар ма екен? Болатұлы Дидар. Vivo V23-10 деген атпен отырған оқушы қосыла қойшы. Жаңыз абай, Сәлеметсіз бе, атыңыз кім? Бүркіт Әмір Темір. Бүркіт Әмір Темір, өте қуаныштымын. Сіз жаңадан қосылдыңыз, иә? Иә, Түсіндіңіз бе? иә. Ал онда бірден шығарып тастайықшы. 90-ның 65-ін табамыз, ол Нешеге көбейтіп жатырым деген сөз? 10-нан 6-ға, иә? 54. Жарайсың. 54 граммы
тәтті бола салсын, қант деп ойлайық. Эм, Болды, пропорцияны құрсам, 90 қосу x молодец. Бұл 100%. 100% болып тұр. Ішіндегі 54 граммы енді қанша процент болып қалсын? 15%. 15% болып қалсын дейді. Қысқартып жібере салайық. 5-ке қысқартсам 20, 5-ке бөлсем 3. 3. Енді сразу көбейтем. 93-ке көбейтсем 270, қосылған 3х-қа көбейтсем 3х тең 54-ті 20-ға көбейтсем 1080. жарайсың. Сонымен 3х тең 1080-нен 270 азайтсақ 810. 810, х тең X-тен 2, 7, 770. 270. Не қанша грамм құюым керек екен? 270 грамм. Ердің. 4-тен 1 бөлігі, 4-тен 3 бөлігін қоя саламыз осында. Жақсы. Жарайсыз. Бүркіт, әмір, темір. Атыңыз да ерекше, иә? Жақсы, звукты өшірейік. Дәурен ұлы Дәулет. Дәурен ұлы Дәулет. Қалай жазылып тұрсыз? Зумда қалай жазылып тұрсыз? Қосыла ғой, Дәулет. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Түсіндіңіз бе? Иә. Жақсы, ал көрейік, қалай түсінді екенсіз? 180-нің 30%-ін табу үшін 180-ді көбейтеміз 30-дан 1-ге. жоқ, процентті табу үшін санның не істеуші едік? Ой, 100-ден 30-ға. Оны қысқартып жіберсек, 10-нан 100-ден 30 деген 10-нан 3. 10-нан 3, иә? Сонымен мына нөлмен қысқартып та 18 3-ке көбейтсек 54. Балалар, неге мысалы басқа мемлекеттерде біз 10-ның көбейту кестесін, жалпы көбейту кестесін біз 10-ға дейін ғана жаттаймыз ғой. Басқа мемлекеттер 11-дің көбейту кестесін біледі. Жарайды, 12 оңай. 22, 33, 44 деп кете береді ғой. 12-нің көбейту кестесін жаттап алады балалар. 13-тің көбейту кестесін жаттап алады. 14-тің, солай 20-ға дейінгі сандардың көбейту кестесін жаттап алсаңдар, 18-ді 3-ке сендер оп-оңай көбейтесіңдер. Давайте осы задачаны өздеріңе қойыңдар да жаттап көріңдер. Сонымен 180 грамм ерітіндінің түбінде 54 грамм бір зат жатыр, иә? Ол тұз болсын. Енді мен оның үстіне не құйып жатырмын? Су құйып жатырмын. 54 грамм неше процент болып қалсын дейді сонда? Ол 20% болып қалсын дейді. Ал енді 180 граммға мен не қосып жатырмын үстіне? 180 қосылған x 100%. Дұрыс айтасың. Қысқартып жіберсем, Пайыз бен пайыз қысқартып кетеді. пайыз бен пайыз ол интакта қысқарады. 20-ны 20-ға бөлсем 1, 100-ді 20-ға 5. 5. Сонымен 180 қосылған x 54-ті 5-ке көбейтсек 220. 50-ді 5-ке көбейткеннің өзінде 250 ғой. 220. Қарашы, 270. 50 қосылған 4 көбейту 5 деп ойлаймын мен. Мен 50-дің өзін 5-ке көбейтсем 250, оған 20-ны қоссам 270. 270. Көрдің ба? Дәулет, сен концентрацияны түсініп тұрсың, пайызды түсініп тұрсың, мәтінді түсініп тұрсың. Ең соңына келгенде сен осындай ошибка келтірмеу керексің, жарай ма? 54-ті 5-ке көбейтіп, бағанағындай осылай тез көбейтеміз дейміз, біз қате жіберіп кетеміз. Ерінбей 54 көбейту 5 деп жаза сал, егер сенімсіз болып тұрсаң, жарай ма?
X нешеге тең сонымен? 270. 270-тен 180-ді азайтпай. Ой, 90. 90. Үстіне қанша грамм су құюым керек екен? 90 грамм. Жақсы. Жарайсыз, Дәулет. Мақсұт Гүлнұр деген атпен отырған оқушы қосыла қойшы. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Атыңыз кім? Гүлнұр. Гүлнұр. Гүлнұр жаңадан қосылдыңыз ғой деймін, иә? Иә. Жақсы. Гүлнұр, бірден ал математика екеніңізді көрсетіп жіберіңіз бізге. Жарайды. 250-дің 40%-ін қалай табамыз? 250 көбейтеміз 10-4. Иә, бізге 0,4 деп жазғаннан гөрі концентрацияда или мына жерде 10-4 деп жазғаны бізге пайдалырақ. Неге? Өйткені біз нақты көріп тұрамыз да қысқарып кететінін. И біз сенімді отырамыз, иә, өзімізге. 25-ті 4-ке көйтсем 100. 100. Сонымен 250 граммның 100 граммы қандай да бір зат екен. Сол 100 грамм неше процент болып қалсын дейді? 25%. 25% болып қалсын дейді. Ал бастапқыдағы 250 граммға мен үстіне не қойып жатырмын? Қандай да бір X. су құйып жатырмын. Ол 100 грамм. 100%. пайыз. Сонымен 25-25-ке бөлім 1, 100-ді 25-ке бөлсем 4. 4. Енді ауызша айта салам, 250 қосылған X тең 4. 4. 400, иә? 100-ді 4-ке көйттім ғой. Иә, Гүлнұр, 100-ді 4-ке көйттім, 400 шықты, иә? X-тен 150. 150. Жақсы. Сабаққа қашан қосылған едіңіз? Қалай? Осы курсқа қашан қосылған едіңіз? Қарашада. Қарашада қосылдыңыз ба? Менде бір ретте тақтаға шықпадыңыз ғой деймін, иә? Иә. Бірінші рет шығып тұрса, иә, қарашадан бері сонда мен сізді қалайша бір ретте тақтаға шығармағанмын? Иә, бірінші рет бүгін. Жақсы. Кешегі бұрыш деген тақырыпты түсіндіңіз бе? Мен кеше сабақта болмадым. Неге? Үйде болмадым. Кешегі сабақтың жазбасын көреміз, өйткені ол сабақ Серікболсын ағай өткен жоқ. Бұрыш деген тақырып бізге керек болады, жарай ма? Жақсы балалар, бүгін біз концентрацияға мен неліктен бір-біріне ұқсайтын есептерді ғана бердім сендерге, чтоб сендер бір есептің шығарылу жолын бірнеше рет көргенде уже түсінесіңдер. Егер кім осы базалық есепті түсінсе, ол басқа есептерде өзі түсініп, соны түсінуге тырысып көру керек. Жай ғана мәтін өзгеруі мүмкін, немесе пайда болған соңғы концентрацияның салмағы берілуі мүмкін, қанша грамм су құйылды деп айтылуы мүмкін, иә? Яғни, или бастапқыда ол қанша концентрациясы, яғни просто так сол үш түрлі зат тұрды ғой, бірінші болды, ортасында қосылды, келесі пайда болды, ауысып белгісіз нәрсе солай ауысып келе беруі мүмкін. Бүгінгі сабақ сендерге пайдалы болды ма деген сұрақ біріншіден. Келесі сабақта бөлшек теңдеулерді үйретемін. Жарайды. Рауанұлы Алихан, санның бөлігін табу деген ол оңай тақырып. Вообще математикада бір деген санның маңызды екенін түсініңдер, иә? Өйткені жұмысқа келгенде де бір жұмыс деп айтамыз. Сол сияқты толықтай мен мына кітапты оқып шықсам, мен бір бүтін кітапты оқыдым. Енді бөлшек деген санның бөлігі. Бөлшек деген просто 10-нан 1, 4-тен 1, 3-тен 1, 5-тен 1 санның бөлігін табу үшін просто сол санды апарамда, сол бөлшекке көбейте салам болды. Жарайды, мен санның бөлігін табуға одан кейінгі сабаққа бір мәтін есептеріне. Жақсы. Рауанұлы Алихан, мен үйретем. Келесі сабақта бірақ Нұралидің сұрауы бойынша бөлшек теңдеулерді өтейік. Содан кейін барып
Осы сендердің өздер ойларыңда жүрген, түсінбей жүрген тақырыптарды өткенше мен қосымша сабақ өте беремін. Жарай ма? Осы жердегілердің барлығы 6 класс оқиды. Әрине енді 6 класс. Өйткені мына жерде немене, бұл 3 сынып деп жазылып тұрғанға сендер ойлап қалмаңдар. Ол баяғыда біз 3 сынып кезінде әйтеуір бір сілтемені сатып алғанбыз ғой, что 1 сағаттан асып кетсе де сабақ өте беру үшін. Көп оқушы ойлап қалады, сол 3 сынып па неге деген сияқты ше, иә. Ербатыр өте қуаныштымын. Ешнәрсе етпейді. Сіз сонда қай сыныпта менің 5 класстағы оқушыларым мына сілтемені біледі, солар кіріп алған ғой. Бұл жерде тек 6 класс, сізге ол есеп қиын болады. Давайте. Енді бұл жердегі сабақтың, жалпы среда күніндегі сабақтың форматы, мақсаты не? Мақсаты сендер түсінбей қалған пробелдарыңды жабу. Өткен тақырып болсын, оңай тақырып болсын, мен соларды осылай бір есепке ұқсас бірнеше есеп көрсеткен кезде ғана барып сендерге кейбіреулеріңе жетуі мүмкін. Онда оказывается мынандай екен ғой деген сияқты, иә. Менің мақсатым сол, сендерге түсіндіру. Кейбір оқушылар 5 класстан, 4 класстан бастап дайындалатындар бар. Әлі де осы 3 айдың өзінде, 2,5 айдың өзінде мықты дайындалып түсіп кетуге болады. Менде былтыр Ержан деген оқушы болған. 3 ай қалған кезде жеке дайындыққа келді, бірақ топта да оқып жүрді, бірақ та үздіксіз мен берген тапсырмалардан артық тапсырма орындайтын ғой. Өз-өзіне есеп беріп, шаршамай, бір демалмайтын, бір тиктокқа кірмейтін, бір инстаграмда отырмайтын. Тек қана есеп шығарып. Соңында түсті грантқа. 3 мектептен грант ұтты. Билдан да ұтты, РФМШ-дан, Дарындан. РФМШ олардың өңірінде жоқ болды. Билдан да ұтты, Ништан да ұтты, Дарыннан 1-ші орынға шықты. Сосын даже қайсыған түссем екен деп Ниш пен Билдің арасында таңдау жасай алмай, сосын Нишқа кетті. Қазір Ништа оқып жатыр. Қазіргі Ништағы көрсеткіші алгебра бойынша 99% көрсетіп тұр. Яғни қаншалықты деңгейде еңбектеніп оқып есеп шығарасыңдар, тура сол результатқа жетесіңдер. Ал просто так ата-аналарың қадағалап жатқаны үшін ғана эфирға кіріп ап, бірақ эфирдің үстінде басқа заттарды жазып тыңдамай отырсаңдар, тура сол деңгейдегі балды алып шығасыңдар. Всегда естеріңде болсын, кім көп дайындалып есеп шығарады, соған қатысты ғана бал алады. Сол үшін ешкімді алдамай ақ қойыңдар. Сабақта отырмын деп бізді, ата-анаңызды жоқ, өзіңіз үшін ғана. Есеп шығарсаңыз да, грантқа түссеңіз де, барлығы тек қана өзіңіз үшін ғана. Түсінікті ғой? Иә? Жақсы. Керемет. Мен өте қуаныштымын. Келесі сабақ одан да пайдалы болуға тырысамын. Әрбір сабақ сайын біз келесі сабақта бөлшек теңдеу дегенді жақсылап бекітіп аламыз. Жарай ма? Сау болыңыздар.